негізі бір кейбір ғалымдар айтады, өзі пайғамбар саллаллаху алейхи Меккеде 13 жыл не қылды ғой, дұрыс па? Бірақ соның 10 жылы бойы қиналды. 10 жыл қиналды. Өзі дейді, сынақ 10 жылдан аспайды дейді. Кейбір ғалымдардың көзқарасы ғой. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сынақтың шегін көрсетіп берген дейді. Басына қандай сынақ келсе де пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның қасында ештеңе болмай қалады екен. 10 жыл бойы сынақта жүрген адам бар ма? Жоқ. Оның сынақтағы күнінен бақытты күні көп дейді. Просто ана сынақ түсіп қалған кезде как будто ана бақыттың бәрі болмаған сияқты да. Жоққа шығарып жібереді. Адам сондай шүкірсіз дейді Құранда, Алла тағала айтады ғой. Залым дейді адамды, Алла тағала айтады. Шүкірсіз сондай. Атқұрлы жоқ дейді ғой Алла тағала. Дұрыс па? Сондай ғой, Адият деген сүреде айтады ғой. Ол Адияти добыха, ана таң сәріде жауға екпіндеп кіріп баратын аттарға серт етем дейді ғой Алла тағала. Тұяқтарынан от шашқан дейді, қарасай. Таң сәріде дейді, ұйқың деген дем болып жатқан кезде ана бейшараға жүр десең кете береді дейді соғысқа. Ішіне кіріп кетеді дейді Алла тағала аятта айтып жатыр ғой. Кім үшін дейді? Үстіндегі кісінің разылығы үшін дейді, қарасай. Ол Құдайдың разылығы деген түсінбейді ғой. Неге үстіндегі кісінің разылығы үшін? Өйткені үстіндегі кісі оны баптап тамақ береді екен да. Көрдіңіз ба? Ва иннал инсана ли раббихи лаканут дейді. Аятта айтып келеді, атты айтып келеді. Адамға өтіп кетеді сразу Алла тағала. Ал адамға келетін болсақ, сондай шүкірсіз Раббысына деген несі көп дейді. Жаңағы ызасы, әңгімесі көп дейді да. Жалып дейді ғой несі. Көрдіңіз ба, қалай екеуін байланыстырған деймін да Алла тағала.